Азыр айттым сіздерге балаларымды ұйықтатып болып келдім деп. Мен осы балаларымның ұйықтар алдындағы 1 сағат уақытты өте қымбатты уақыт деп санаймын. Балалардың ұйықтар алдындағы 1 сағатта мен сөзсіз жандарында бірге жатамын, сөйлесемін, әңгімелесемін, және оларға бүгінгі бір күн не істеген туралы қорытынды жасатамын. Мысалы, кішкентай қызыма бүгін не істедің десем, ол айтады: таңертең тұрдым, бетімді жудым, тісімді жудым, тамағымды іштім деген секілді. Одан кейін ұлым өзінің мектепте болған істері турасында айтады. Одан кейін ертең не істейсіңдер деп, ертеңге бір кішкентай жоспар жасатамын. Енді бүгінгі іс туралы қорытынды жасатсаңыз, баланың есте сақтау қабілеті артады. Ертеңгісіне жоспар жасатсаңыз, оның ойлау қабілеті артады деген секілді. Сол үшін сіздер де сынап көрсеңіздер болады. Осы балалардың ұйықтар алдындағы 1 сағат уақытында балаларыңызбен бірге болыңыз, әңгіме айтып беріңіз. Енді менің балам 7 жастан асты. Енді балалардың көбі солай ма екен деп ойлаймын осы жастағы. Ертегі тыңдағысы келмейді. Олар көбінде қиялға жайып бір нәрселер тыңдағысы келеді. Маған ананы айтып бер, мынаны айтып бер деп солай айтады. Мен енді шамамның жетісінше соны құрастырып, осы миымды жұмсап отырып, қанша шаршап тұрсам да енді солай айтып беремін, разы қылып. Өйткені бала ұйықтар алдында разы болып, көңілді болып ұйықтаса, оның ертеңгі бір күн оқуы болсын, тұрмысы болсын, сондай жақсы өтеді. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Әңгімелесіңіздер, ертегі айтып беріңіздер. Болмаса сол қиялдарыңызды шарықтатып балаларыңызға, мысалы, олар көбінде монстр туралы, болмаса бір сиқырлық туралы, сиқырлы кітап туралы әңгімелерді естіген жақсы көреді. Сол турасында сіздер де ізденіңіздер, көріңіздер, балаларыңызға қызықты, ол қызығатын нәрселерін айтып беріңіздер. Осы ұйықтар алдындағы 1 сағат уақытты балаңызбен, балаңыздың қалағанындай өткізсеңіз, онда сізбен балаңыздың қатынасын, араңыздағы қарым-қатынасты мығымдау, бекемдеуге өте үлкен ролы болады. Балаларыңызды жақсы көріңіздер, бетінен сүйіңіздер, мейірімді болыңыздар. Сонда сіздердің балаларыңыз да мықты болып шығатынына сенемін.